Мен қазір әйеліме продуктыға ақша бермеймін, продуктты өзім алам. Бірақ өткен мынандай жағдай болды. Супермаркеттен келдім, таксидан түстім, қолымда 8 ауыр пакет. И 8 ауыр пакетті былай қойдым да, миымдағы 2 дархан тұр, короче. Біреу нормальный дархан, біреу далбан дархан. Нормальный дархан айтады, дархан бетик дейді. 4 ауыр пакетті бірінші апарып тастайық үйге. Сосын екінші рейске қайтадан келейік дейді. Далбан дархан тұрады да, нихуя дейді, короче. Давай 8 пакетті бір рейспен апарып тастайық дейді. Или чортсың ба дейді ғой. Жоқ, чорт емеспін дейді. Прикинь, өз-өзімен осылай саудаласып тұрсың ғой. Сөйтіп далбан құсап, ана 8 пакетті бүйтіп көтеріп келе жатасың ғой, орда. Андай состояние болады, саусақтарың қан жүрмегеннен көгеріп кетеді ғой, андай. Көгерген фиолетовый болады ғой, андай. В принципе, кесіп тастасаң түк болмайды ана жерде. Осылай қиналып келе жатқан кезде ана миындағы далбан саған скидка жасайды, короче. Жарайды, подъездің алдында бір демалып ал дейді.